Аха. Ого. Ага, қызық нәрсе екен. Ой. Бум! Бәріне сәлем достар, бұл мен қызық дейсендердің сүйікті арналарын. Бүгін мен осылай отырмын, ішім пысты, мен уже ауыл таңдадым, мен қандай ауылда тұратынымды. Мен ішім пысты, ресурстар қажет жинадым, тіпті Нәзирет алмазға дейін жеттім. Қазір осылай ішім пысты, саяхатқа шығып палаткада отырмын. Қазір бір музыканы қояйын, сендерге ұнай ма ол? Қазір опа. Oh no. Болды, өшірем. Я, қазір мен уже ішім пысты. Көріп тұрғандарында мен жай телефонда отырмын. Мен балықтарын пісірілді ма? Не? Мен көріңдер мен балықтарды өзіме асырап алдым. Жареная треска. Достар, дәмді пісірмін. Бірақ печкада болатын еді пісіруге. Жарайды достар, қазір мен ішім пысты. Далаға шығып қайтып көрейік. Бірдеңе бар, далада қызық. Полностью брони дейді ғой. Золото не істемеді, золотадан басқа менде жоқ қазір. Және әрине қылыш. Және кирка бар, Өзінде қазір түн достар, бірақ мен қорықпаймын. Пам! Түсінбедім достар, анау не? Ну-ка, қазір барайық. Опс, достар, қазір мен ұйықтап алайық. Так, мен қорқып жатырмын. Достар, мен жақсы ұйықтап алдым. Ішім пысты, Қазір давай түсіне жылынып алайық. Жылы біз костер алып кеткеніміз қандай жақсы болды. Писіказ осылай тоңып отырар едім. Және осындай палатка салған жақсы болды. Мына блок мына жерде тұру қажет. Некен керемет, кішкентай палатка достар. Кеше біз көрдік қой түнде. Мына блокты сындырдық, ол жерде. Көрінеді ме, ол жерде бірдеңе болды. Мен біраз қорқамын достар. О не екен, білгім келмейді, қауіпті ғой, қараңды. Ол жерде мен көрдім өтір нәрсені, там қорқынышты. Өзіміз білмейді. Мүмкін қарным қатты ашып кетеді, ол жерде біраз ет болу қажет, Алдымен мен өз шаруаларыма кетуім қажетпін қазір. Енді осылай сындырып жүрем күн сайын, өйткені қорқам. Түсінбедім. Братан, сен кімсің? Братан, сен не сонда дерзкісің? Достар, тез қашайық. Енді бұлай кішкене барайық. Мыналарын дерзкі ғой, кәдімгі достар. Кәдімгі дерзкі ғой мыналарын. Қойды мен артынан, енді мына жерге барайық. Кейін олармен күресермін. Қазір менің сердецаларым аз өте. Енді мен шошқалардан да қорқатын болдым достар. Көріңдер ме, олар қалай маған шабуылдаған сонша, тіпті мен өлейін деп қалдым. Үстім мал-мандай суға ше. Не аналар жүр. Жөн, бұлай өтейік. Достар, қолымызға қылыш. Бәрі жақсы достар. Бұларды ұрсам бір арбалет қой, қолдарында пайда болады. Достар, мынау не өзі? Мынау бір көлік қой, заброшка көлік. Түх. Мыналар мені көрмей қойды әйтеуір.
жамандарын қарашы, кеше ондай болған жоқ еді. Мынау расымен де көлік қой. Мынау шын көлік қой. Ну-ка, давай кірейік. О, бұл нағыз көлік, қараңдар, достар. Фонарь тұр. Мына паутиналармен шашатып жіберді ше. Алып тастайық та просто. Оп. Тин. Болды. Тоқта, ол не болды же? Қараңдар. Қандай қорқынышты. Торт дәмді. Айтпақшы, достар. Қараңдар, маған торт ұнады. Егер сендерге бұл сурет ұнаса, қалай мен тортпен тұрмын, скрин жасап, өздерінің аваларына қойсаңдар болады. Қане, мен дайынмын. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Жарайды, болды. Мен ойнап кеттім. Что-то, братан, да? Торт дәмді алып кеттім келе. Жоқ. Майнкрафтта тұрды, это добывать питол, қазір. Айфон мүмкін мына жерде интернет. Мен айтайын, мына жерде бір заброшканы, этот көлік тапқанымды. Тух. Интернет бұл жерде істемейді. Жерде мынау не? Соның бойымша мына жерде машина істен шыққан ғой. Қараңдар, ё-моё, бәрі жер паутина. Тіпті мына. Көріңдер ме? Терезесі де кір қап-қара қорқынышты. Есігі де көріңдер ме? Ескеріп кеткен ескіріп. Аналар қашан кете шошқалар. Не подкоп жасауым қажет ба? Сол жерге қайта оралу үшін. Ну-ка, жарайды. Мына жерде тез кірумен аяғын көріп қоймасын. Көріңдер ме? Қандай қорқынышты көлік өзі. Да, мынаны алып кетейік өзімізбен. На всякий случай дейді. Мен бұны қолыма ала аламын ба? Фонарь аппен душ дейді. Жарайды, тұрсын осында освещение жасап. Бұл неде же фонарь, көріңдер ме? Ол көк болып кеткен бұл көлік баяғыда осында тұр ғой деймін. Достар, рас айтам. Орындығына отыра алмай жатым, көріңдер ме? Мына жерге потологы даже кішіне түсіп кеткен. Мынау бір ескі көлік қой деймін. Жоқ. Немене? Анау шошқалар мен үйіме кіріп бастады ма не? Жарайды, олардың сыбағасын кейін берерім. Ал әзірше мына көлікке барайық па не істейін? Ал мен жай ғана бармайық, мүмкін ол жерде бір жерге құлаймыз. Сонда болады кейде. Алты булыжынға кетейік өзімізбен. Көріңдер ме, достар? Бұл нағыз ұзақ уақыт тәкс. Интернет жұмыс істеп бастады тәкс. Ақпарат іздейік. Достар, мен ақпарат іздедім Гуглдан. Бұл көлікке айтайын ба қанша жыл өтіпті? Бұл көліктің тұрған досын жерге миллион жыл өтті. Оны ешкім таппаған. Оны тапсын күшті болсан, сен повезло дейді саған. Что-то ана ұқсамайды, мына қорқынышты бір. Көріңдер ме, есігі тозан. Братандар, что там? Веселитесь етіп жатсыңдар, шошқалар. Міне, сазайында. Мыналар қалай піспей жатыр? Дерзкийларын қара, қандай здоровьялары нормальный. Жарайды, болды, мен тым көп отырып кеттім. Ну-ка, давай кірейік. Вот. Есікті қылтайық, мына қылышпен қылтай алам ба? Так, қылтадым, болды. Ничего, мынау неден люк? Бұл жай шығар, бұл жай туалет. Үш пыстаратын көлік екен ғой. Ана жерде маған лама сәлем деп тұр. Түсінбедім. Не ана жерде? Қан ба? Сәлем, братанчиктер. Бұл не өзі? Стандар мына қомақта. Опа, қаздыздар, қараңдар. Мыналарын дерзкі ғой.
кетіңдер деймін, май шабақтар, сендерге айтам мен. Май шабақтардың көздерін құртам, бар. Мә, шмях. Қараңдар мыналар, өздер. Ай, мыналар май шабақ емес қой, достар. Нағыз залымдар ғой. Қараңдар, бұлар қаншама адамды өлтірген. Ну-ка, түсіп көрейік па, достар? Қорқып тұрмын мен. Жарай, түсейік, достар, бот. О, біз жеңдік. Мынау не? Золотой самырыдық дейді. Керек жоқ ма ешқан золотой самырыдық? Барш, кетші. Мә, золотой мештерде жатсыншы, валяться. Мә, достар, қараңдар. Қаншама адамдар мына жерде. Бұл нағыз қанқама? Фе. Мә. Ой, мен қолыма қан алдым, достар. Тез. Мә, қанға. Достар, мына пиглиндер нағыз. Тоқта, бұл пиглиндік емес. Бұл нечто ғой, нечто, достар. Жадыналардың бәрін уақытар салайын. Алтын қылышты да түсінбедім, достар. Түсінбедім мүлдем. Жарай, достар. Маған бұл онша ұнамады. Бүгінгі біздің видеомыз қызық болады дедім. Қайдағы керісінше қорқынышты болып шықты ғой, достар. Болды, жарайды. Болды, сонымен ойнағанда жетеді. Болды, мен шаршадым. Баршы паутина. Жарайды, сонымен мен сендермен қоштасамын, достар. Лайк қойып, подписка жасап, каналға жазылуды ешқашан ұмытушы болмаңдар. Мен ана болса пиглинмен әңгімелесіп көрейін, сазайын берем. Жоқ.